Ассалаумағалейкум. Курс оқығанда курсты бағалау. Яғни 1, 2, 3 сабағын көріп, одан кейін бар. Бұл курс маған өтті, немесе өтпеді деп бағалау. Бірақ курстың жалпы сабақтар саны ол жерде бейне сабағы 12 болуы мүмкін. Бірақ біз соның 3-ін ғана, 4-ін ғана көреміз да, ол жердегі бандай дыбыстың нашар болуы, немесе локацияның дұрыс болмауы, жарықтың дұрыс түспеуі, спикердің баяу сөйлеуі көңілімізден шықпайды. Сөйтеміз да, сосын курс онша емес екен, немесе бағасына тұрарлық емес екен дейміз да, жаба саламыз. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл жерде мен курстарды жалпы оқитын кезіңізде мына бір сатымен бағаласаңыз, яғни мына бір алгоритмға саласыз да, осы бір електен өткізесіз, мен қазір беретін, сосын барып одан кейін бағалап көрсеңіз. Бұл біріншісі, сіз курсты оқып жатқан кезде әлі білу деңгейінде боласыз. Мысалға, мен дәл қазір мына сіздермен сабақ түсіру үшін қолымда петличка. Сабақта айтып жатырмын, бейне сабақ, бұл петличка. Сіз бұның не екендігін білдіңіз. Бірақ біз бірден шешім қабылдаймыз, иә? Мен сізден сұраймын, түсіндіңіз бе деймін, немесе танысу, не дейсіз? Мен білдім, окей, жақсы. Енді сіз бұл нәрсені білетін болсаңыз, салмағы қанша? Бұның қуаты қанша уақытқа жетеді? Бұл дауысты қай жерден жақсырек жазады? Мына жерден ба, немесе мына жақтан ба? Әлде мына жақтан да жақсы дыбысты жақсы сапалы жазамын? Или болмаса, бұл заңдылық бойынша қай жерінде тұру керек? Көрдіңіз бе? Мен бір ғана сізге петличка деген нәрсені көрсету арқылы не істедіңіз? Мен білем деп шықтыңыз. Бірақ бұның салмағы туралы білмейсіз. Бұның ішінде қанша құрылғы бар екендігін білмейсіз. Бұның қанша қуатқа жететіндігін білмейсіз. Қанша сағат қызмет етіп бере алатындығын білмейсіз. Жай ғана бұның DJ екенін білеміз, және десе бұның дауыс жазатын құрылғы екендігін ғана білеміз. Одан ары қарата бізде ақпарат жоқ. Яғни біздің спикерлердің айтып жатқан кезіндегі қарсы айтатын аргументіміз осы нәрсе. Мен білемін. Мен білем, болды, окей. Мен білем дегеннен кейін мида ешқандай бір сұрақтар болмайды. Сол себепті біз не істеп жатырмыз? Ақпаратты білу деңгейі, яғни түсіну деңгейіндеміз, танысу деңгейінде болсақ болады. Біз ақпаратпен танысып жатырмыз. Сырттай білеміз, мысалға телефонды да сырттай білеміз, бірақ бұның бандай бір ішіндегі құрылғыларын ішек шабағын былай айтқанда шашатын болса, қайтадан жинап бере алмаймыз. Ал білу, яғни танысу деңгейінде екенімізді түсініп алу керек. Ал одан кейін есе түсіну, яғни бұл нәрсені қашан, қай кезде, қалай қолданам деген сұрақтарға жауап беру арқылы. Яғни белгілі бір дәрежеде сол айтылып жатқан ақпарат, сол айтылып жатқан нәрсе үстінде түсініктің қалыптастырылуы. Бірінші осы нәрсені қалыптастырып алу керек. Қашан, қалай қолдануға болады, не үшін қолдануға болады, қандай ақаулықтар болуы мүмкін, қандай мәселелер туындауы мүмкін. Ал одан кейін есе анализ жасау. Яғни бұл өте маңызды мәселелердің бірі. Анализ бұл сұрақтар қойып көру. Анализ жасау бұл не затқа байланысты, құрылымы қандай, қалай айтылды, одан кейін есе синтез жасап көру. Яғни бұл айтқанда анализ шашып тастау болса, синтез оны қайта құрастыру. Яғни мен бұл нәрсені өмірімде қалай қолдана аламын, қалай істей аламын деген секілді. Міне, осыдан кейін барып біз бағалайтын болсақ, бұл бағалау бұл айтқанда ынсаптылыққа жақын, және десе бір әділетті бағалау болады деп ойлаймын. Біз курстарды бағанағыдай сапасы, бұл бейненің сапасымен, немесе дауыстың сапасымен емес, бәлкім ақпараттың сапасымен, ақпараттың қолдану деңгейі дәрежесімен өлшеуіміз қажет. Иә, біз адамбыз. Мысалға, мен де осы видеоны түсіріп жатқан кезімде қазір ақаулықтар болуы мүмкін. Мысалға, қазір бұл видеоны проф-монтажер немесе проф-видео көріп отырса, ол бірден айтуы мүмкін. Мысалға, бандай камерасы онша емес камера қолданған екен, жарықты бір жақтан түсірген екен, немесе бандай арзан петличка дыбыс жазғыз қолданған екен деген секілді. Егер сіз курста осындай нәрселерге мән беретін болсаңыз, курстан ешқашан пайда ала алмайсыз. Егер сіз бастан аяқ мына мені қоршап тұрған материалмен емес, бәлкім мен айтып жатқан ақпаратта назарыңыз болатын болса, және осы нәрсеге фокус қоятын болсаңыз, бұл сізге әлде қайда пайдалырақ болады. Ал мына нәрселесі
бұл приятность, яғни сіздің назарыңызды ұстап тұру үшін, сіздің видеоны бандай бір комфорт дәрежесінде көруіңізге, яғни көзіңізді қажамау үшін ұйымдастырылған нәрселер. Бірақ сіздің былай айтқанда білім қорыңызды арттыру үшін бұл нәрселердің ешқандай пайдасы жоқ. Айтылып жатқан сөз, айтылып жатқан ақпарат қана пайдалы екендігін ұмытпаңыз. Міне, бағалаудың дәрежелері бағана айтқанымыздай танысу, одан кейін білу, түсіну, анализ жасау, синтез жасау, одан кейін барып бағалау. Бұл курстарға болсын, форумға болсын, осылай істеп көрсек, әлде қайда былай айтқанда әділетті, ынсаптылықпенен дұрыс бағалаған боламыз. Және бұл бағалау өзіміз үшін екендігін ұмытпау қажет. Кез келген курс оқитын кезіңізде осы жолдардан бір өтіп көріңіз. Яғни сіз танысыңыз алдыменен. Одан кейін барып білу, түсіну дәрежелеріне өте беретін боласыз. Ешқашан айтылған ақпараттың алдында мен білемін деп ақпарат шлагбаумын жауып қоймаңыз. Бұл нәрсе өзіміздің өмірімізде дамуымызға тек қана тежеу болады. Жақсы, сау болыңыздар.